Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін лимон не апельсиновый пирог жасайтын боламын. Менің тестім алдын ала дайындап алдым. Менің тестімнің рецептісі менің каналымда бар, сол жерден қарай аласыздар. Мен қысқадан нұсқада сіздерге түсіндіріп жатырмын. Мен осылай жұмсақ тесті етіп иледім. Біздің пирогтар жасау жолы өте оңай және қарапайым. Сіздер де міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Және де менің видеома өз пікірлеріңізді қалдырып, комментария, лайк қалдырыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қараңыздар. Енді кезекте мен илеген тестімді холодильникке 30 минутқа қоямын. Біз бірінші пакетке салып, содан кейін барып холодильникке қоятын боламыз. Енді кезекте біз формамызға салатын боламыз. Біздің тестіміз 30 минут тұрды холодильникте. Енді осыны жақсылап формаға орналастыратын боламыз. Және де менің каналымда әртүрлі пирогтардың рецептілері бар. Каналыма өтіп қарай аласыздар. Осы формаға жақсылап осылай орналастырып аласыздар. Содан кейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Мен салмасына 2 лимон, 1 апельсин осылай жақсылап турап аламын. Содан кейін кастрюльге 5 минуттай су құйып, кішкене қайнатып аламын. Өйткені біздің апельсиніміз бен лимонымыз қаттылау болғандықтан кішкене жұмсартып аламыз. Содан кейін барып біз кішкене суытып, кастрюльіміздегі суымды төгіп, блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Барлығын осылай турайсыздар. Және де менің видеомды міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Барынша мені қолдап отырыңыздар. Менің видеоларым күнделікті шығатын болады. Сіздер менің видеоларымды қараңыздар. Енді кезекте осылай су құйып жатырмын. Менде 1 стақан су құйдым. Міне біздің салмамыз дайын болып қалды. Осылай масса болады. Енді кезекте мен үстіне 135 граммдай қант салдым. Егер де біздің қантымыз аз болып жатса, тағы да салуға болады. Өйткені біздің лимон мен апельсиніміз қышқыл болғандықтан үстіне тағы да қант салсаңыздар болады. Дәміне қарай саласыздар. Енді кезекте мен салмамызды формаға жақсылап орналастырдым. Содан кейін барып біз үстіне осылай әдемілеп тестіні жайып, осылай үстіне салып шықтым. Содан кейін барып жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт құйып, үстіне жағып жағасыздар. Әдемілеп жағасыздар осылай. Жасау жолы өте қарапайым және оңай. Осылай сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығады. Мінекей болды. Енді кезекте біз қызып тұрған 180 градуста пісіріп аламыз 30 минут аралығында. Міне дайын болды біздің пирогтар. Жұмсақ болып шықты. Сіздермен болған Гүлжайнар. Сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.